Енді бұл жерде функционалдық сауаттылықта міндетті түрде коммуникативтік деген сөз міндетті түрде болу керек дейміз. Себебі егер ол ұғымды біз енгізбейтін болсақ, онда дұрыс жеткізе алмаймыз деген сөз. Енді қараңыздар, жеке-жеке қарастырайық. Функционалдық тарихи білімді өмірде қолдану болатын болса, ал коммуникативтік дегеніміз ол дұрыс сауатты жеткізе білу. Енді сіздерге мен мынандай сұрақ қояйын. Мысалға, мен коммуникативтік екеуі жеке-жеке қарастырайық. Мысалға, мен мектепке барамын десем, коммуникативтің қай бағыты болады? Барлықтарыңызға ортақ сұрақ қойын. Мысалға, мен мектепке барамын. Бұл қандай бағыт болады мысалға? Айтып көріңіздерші, әріптестер. Мектепке қалай барып? Жоқ. Ұғымды. Коммуникатив деген ұғымды жеке қарастырсаңыздаршы. Сауатты жеткізу деп айттым, иә? Мысалы, қарапайым ғана мағлұмат. Мысалға, мен ертең мектепке барамын. Қандай бағыты болады? Айтып көріңіздерші. Нақты шешім. Өзіндік бағыт қой. Дұрыс айтасыз, иә? Демек, қандай болады ол? Ол ақпарат беру бағыты болады. Мен ақпарат бердім, мен ертең мектепке барып келдім десе, есеп беру бағыты. Дұрыс айтасыз. Енді қараңыздар. Мысалға, сен ертең мектепке барасың ба десем, бұл қандай бағыты болады? Сұрау бағыты болады. Келесі, мысалға, мынандай нәрсе бар. Маған көмектесіп жіберші, мен білмей тұр едім деп әріптестер айтамыз ғой. Ол өтініш беру бағыты, иә? Келесі, мысалға, сіздер табиғатқа серуендеген кезде мына табиғат қандай әдемі дейсіздер ғой, иә? Ол қандай болады? Тамсану, иә? Яғни ішкі сезімді жеткізу ғой дейміз. Бұл коммуникативтің жеке нұсқасы. Мынау негізі ғылыми дәлелденген, соны біз аударып отырмыз қазір. Келесі, мысалға, жаңа әріптесім айтып кетті, енді коммуникативтің тарихи бағытын қарастырайық, функционалдық, яғни өмірде қолдану. Мысалға, кеңес одағы кезінде осындай болып еді, бізде аталарымыз, апаларымыз айтып отырады ғой, үйде. Брежневтің заманында осындай болып еді, қазір осындай деп. Ол қандай болады? Яғни үйдегі жай ғана әңгіменің өзі ол салыстыру болады ғой, яғни функционалдық болады. Енді сіздерге барлықтарыңызға ортақ сұрақ, түркі кезінен бастап әлі күнге дейін жалғасқан ырымдар, салт дәстүрлер болса айтып көріңіздерші, білетіндер. Дұрыс айтасыз, иә? Отпен аластау, мысалы, айта берсек көп қой. Ұмаяна дейміз, иә? Отбасын, мысалға, шапағатшысы. Адыраспан. Ислам діні. Яғни сіздердің осы жай ғана мысалдарыңыз. Үйлену тойының өзі салт дәстүр. Бұдан келе жатқан ғой енді, иә? Сырға мысал қыздар. Тұсаукесер, мысалы, сүндет той дейміз, бұның бәрі сол. Демек, өзіміздің күнделікті өмірде қолданып жүрген біздің салт дәстүрлеріміз жай ғана функционалдық сауаттылық сол дейміз. Яғни өмірде қолдана білу ғой. Екеуін жеке-жеке қарастырып, мағыналарын сіздерге түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Күшті.